Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып. 66-шы сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 10-ға 100-ге көбейту және бөлу. Ғимараттарды неден тұрғызады? Бүгінгі сабақта сендер 10-ға 100-ге көбейтуді және бөлуді үйренетін боласыңдар. Видеоны соңына дейін қараңдар, сендерге пайдалы болады деген ойдамын. Егер ұнап жатса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Бірінші есеп, ежелгі және қазіргі уақыттағы ғимараттардың неден тұрғызылғанын білесің бе? Есептеулерді орындап, олардың неден тұрғызылғанын анықта. Енді біз бірінші есепке қараймыз. Бірінші тасқа берілген өрнектерді, яғни амалды орындаймыз. 27-ге 15-ті қосамыз, жақшаны орындаймыз. Бірінші 42 шығады. 42-ні 6-ға бөлеміз. 7 болады. 8-ді 5-ке көбейтеміз. 40. 7-ге 40-ті қосқан кезде 47. Яғни тас бізде 47. Біздегі үшінші ғимаратымыз бізде тастан жасалған екен. Келесі ағаш деген амалдарды ретмен орындаймыз. Бірінші 82-ден 74-ті азайтамыз, 8 қалады. 8-ді 2-ге бөлеміз, 4 болады. 4-ті 7-ге көбейтеміз, 28 болады. 7-ні 4-ге көбейтеміз, 28. 28-ге 28-ді қосқан кезде 56 шығады. Демек бізде 56 бірінші ғимаратымыз біздің ағаштан жасалған екен. Келесінде кірпіш. Жақшаны орындаймыз. 91-ден 83-ті азайтамыз. 8 қалады. 8-ді 3-ге көбейтеміз. 24. 24-ті 4-ге бөлеміз. Сонда 6 шығады. Бізде кірпіштен жасалған ғимарат бізде екінші суретте көрсетіліп тұр. Екінші есеп бізде суретке берілген жазбаларға қара. Бізде 1-ге 10-ды көбейткен кезде 10 шығады, 10-ды 1-ге көбейткен кезде 10 шығады. Яғни бір санына қай санды көбейтсек те, сол санның өзі шығады. Енді бізде санды 10-ға көбейткен кезде не өзгерді? Санды 10-ға көбейткен кезде 10 жағынан, кез келген санды 10-ға көбейткен кезде 10 жағынан бір нөлді қосып отырамыз. 10-ға көбейткен кезде. Ал енді тапсырмасында санды 10-ға бөлгенде ол қалай өзгереді? 10-ға бөлген кезде біз сандарды, оң жағынан сандарды, нөлдерді қысқартып отырамыз. Демек, біз 10 бөлі 10 деген сөз 10-дағы бір нөлді, яғни оң жағындағы нөлдерді қысқарта отырып, 1-ді 1-ге бөлген кезде 1-дің өзі шығады деп жазып шығамыз. Екіншісінде 40 бөлінген 10 деп тұр. Демек, бұл жерде нөлдерді қысқартамыз, 4-ті 1-ге бөлеміз, сонда 4-дің өзі шығады. Келесінде 100 бөлінген 10 деп тұр. Енді бізде 100 санында 2 нөл бар, 10 санында 1 нөл бар. Демек, біз 1 нөлін қысқартамыз. 10-ның 1 нөлін қысқартамыз, 100-дің 1 нөлін қысқартамыз. Сонда 10-ды 1-ге бөлген кезде 10-ның өзі шығады. Бұл тапсырмасында есептеулерді түсіндір. Бұл жерде есептердің орны ауысқан, яғни 10-ды 2-ге көбейткен кезде 20 шығады, яғни 2-ге көбейту деген сөз, сол санды 2 рет бір-біріне қос деген сөз. 2-ге 10-ды көбейткен кезде де 20 шығады. Енді 20-ны 10-ға бөлген кезде неше шығады? Нөлдерін қысқартамыз. 20-дағы 1 нөлді қысқартамыз, 10-дағы 1 нөлді қысқартамыз. Демек, 2-ні 1-ге бөлген кезде 2-нің өзі шығады. Келесінде 20-ны 2-ге бөлеміз. Енді біз бұл жерде 20-ны 2-ге бөлген кезде бізде 10 шығады. Міне осылай есептерді толықтырып шығарамыз. Мен жазып көрсеттім. Міне осы өздеріңнің жазғандарыңмен менің жазғанымды. Осыны мұқият тыңдаймыз. Санды 10-ға көбейткенде берілген санның оң жағында бір нөлді тіркейміз. 10-ға көбейткен кезде. Ал егер санды 10-ға бөлгенде берілген санның оң жағынан
бір нөлді алып тастаймыз. Осы ережені есімізде сақтап аламыз және жаттаймыз. Өйткені біздің есепке қажет болады. Үшінші есеп есептеулерді қарастыр. Санды 100-ге көбейткенде ол қалай өзгереді? Сұраққа жауап береміз. 10-ды 3-ге көбейткен кезде деп тұр. Демек, біз 100-ді 3-ге көбейткен кезде 3-ге көбейту деген сөз, сол санды 3 рет қосу деген сөз. Біз 3-ге 100-ді көбейткен кезде 3-ге 1-ді көбейтеміз 3, 100-дің артындағы 2 нөлді тіркейміз, сонда 300 болады. Дәл солай 100-ді 5-ге бөлген кезде 1-ді 5-ге көбейтеміз 5 болады, артына 2 нөлді тіркейміз. 10-ға көбейткен кезде 1 нөлді тіркейміз, 100-ге көбейткен кезде 2 нөлді жазып шығамыз. Ал бөлген кезде қалай өзгереді? 100-ге бөлген кезде, демек 300-ді 100-ге бөлген кезде нөлдерді қысқартамыз. Оң жағынан 100-дің 2 нөлін, 300-дің 2 нөлін қысқартамыз, сонда 3-ті 1-ге бөлген кезде бізде 3 шығады. Ал 300-ді 3-ге бөлу деген сөз, нөлдерді қысқартпаймыз. Бұл жерде 3-ті 3-ге бөлген кезде 1 шығады. Демек, 300-ді 3-ге бөлген кезде 100 шығады деген сөз. 500-ді 100-ге бөлген кезде нөлдерді қысқартамыз, 5-ті 1-ге бөлеміз, 5 шығады. Ал 500-ді 5-ге бөлген кезде 5-ті 5-ге бөлеміз, 1 шығады, артындағы 2 нөлді жазып шығамыз, сонда 100 шығады. Санды 100-ге көбейткенде берілген санның оң жағына 2 нөлді тіркейміз. Кез келген санды көбейткен кезде 4-ті 100-ге көбейткен кезде 400 болады деген сөз. Ал 100-ге бөлгенде берілген санның оң жағынан 2 нөлді алып тастаймыз. Немесе қысқартып тастаймыз деп айтамыз есепте. Төртінші есеп бізде, төртінші есептің А тапсырмасы, әр бағандағы өрнектерді салыстыр, бағандар қандай тәртіппен орналасқанын түсіндір. 9-ды 10-ға көбейтеміз, 90 болады. Себебі 9-ды 1-ге көбейтеміз, 9 болады, артына нөлді жазамыз. 10-ға көбейткен кезде 1 нөл жазамыз, 100-ге көбейткен кезде 2 нөл жазамыз. Енді 10-ды 9-ға көбейтеміз, яғни орындары ауысып тұр. Бұл жерде 90 болады, енді осыны бөлу арқылы шығарамыз. 90-ды 9-ға бөлеміз, және 90-ды 10-ға бөліп шығарамыз. 90-ды 9-ға бөлген кезде 9-ды 9-ға бөлеміз, 1 болады, артына 1 нөлді жазамыз, сонда 10 болады. Ал 90-ды 10-ға бөлген кезде нөлдерді қысқартып тастаймыз, 90-дағы нөлді және 10-дағы нөлді қысқартып тастап, 9-ды 1-ге бөлген кезде 9-дың өзі шығады. Міне осылай жазып шығамыз. Және де Ә тапсырмасында үлгі бойынша тағы 2 баған құрастырып, оларды есепте деп тұр. Міне осылай 24-ті 10-ға көбейтесіңдер, 240, 10-ды 24-ге көбейтеміз, 240, 240-ты 24-ге бөлген кезде 10 шығады, 240-ты 10-ға бөлген кезде 24 шығады. Міне осылай есептерді құрастырып жазып шығамыз. Келесі бізде 5-ші есеп, өте оңай есеп, уақытпен шығарсаңдар да болады. 3-ті 10-ға көбейтеміз, яғни 30, 30-ды 10-ға бөлген кезде 3 шығады. Яғни көбейту және бөлу ретінде берілген есептер. 7-ні 10-ға көбейтеміз, 70, 70-ті 10-ға бөлген кезде 7 шығады. 2-ні 100-ге көбейткен кезде бізде 200 шығады, 200-ді 100-ге бөлген кезде 2 шығады. 8-ді 100-ге көбейткен кезде 800 шығады, 800-ді 100-ге бөлген кезде 8 шығады. Міне осылай есептерді толықтырып жазып шығасыңдар. Алтыншы есеп, есептерді шығар. Шарт құрып шығарамыз. А тапсырмасы, келтек ағаштың ұзындығы 10 см, ал тақтайдың ұзындығы 400 см. Тақтай
келтек ағаштан неше есе ұзын дейді. Енді бізде есе деген сөз кездескен кезде көбейту немесе бөлу амалы орындалады. Ал бізде есе ұзын деп тұр, яғни бөлу амалы орындалады. Келтек 10 см, ал тақтай 400 см. Енді неше есе ұзын болып тұр? Ол үшін біз 400-ді 10-ға бөлеміз, сонда бізде 40 болады. Тақтай келтек ағаштан 40 есе ұзын деген сөз. Тапсырмасы: келтек ағаштың ұзындығы 10 см, ал тақтайдың ұзындығы 400 см. Тақтайдың ұзындығы келтек ағаштың ұзындығынан қанша сантиметрге артық дейді. Енді бізде артық сөзі кездескен кезде қосу орындалады. Ал бұл жерде біз тақтайдыңкін табу үшін азайту амалымен орындаймыз. Тақтайдың ұзындығын келтек ағаштың ұзындығынан табу үшін біз 400-ден 10-ды азайтамыз, сонда 390 шығады. Тақтайдың ұзындығы келтек ағаштың ұзындығынан 390 сантиметрге артық. Келесі тапсырма бізде. Б тапсырмасы: бірінші құрылысшы 400 кірпіш, ал екіншісі одан 2 есе артық кірпіш қалады. Екінші құрылысшы қанша кірпіш қалады? Біріншісі бізде 400 кірпіш қалады, екіншісі сол біріншіге қарағанда одан 2 есе артық кірпіш қалады. Яғни есе артық десе біз көбейтеміз. 400-ді 2-ге көбейтеміз, 800 болады. Сонда екінші құрылысшы 800 кірпіш қалады. В тапсырмасы: бірінші құрылысшы 400 кірпіш қалады. Бұл екіншісіне қарағанда 2 есе артық. Екінші құрылысшы қанша кірпіш қалады? Менің сабақтарымды үнемі көріп келе жатқан оқушылар біледі бұл есепті. Яғни бізде бұл деген сөз кездескен кезде есе артық деген бізде көбейту. Ал бұл деген сөз кездескен кезде керамал орындалады. Яғни көбейтуге керамал бөлу. Сонда біз 400-ді 2-ге бөлеміз, сонда 200 қалады. Екінші құрылысшы 200 кірпіш қалады. Міне осылай шарттарын құрып шығарамыз. 7-ші есеп: балалар демалыс орнынан 10 автобуспен қайтты. Әр автобуста 15 қыз және 23 ұл бар. Демалыс орнынан барлығы неше бала үйлеріне оралды? Бізде қазір бір автобуста отырған оқушылардың саны берілген. Яғни қыздар 15, ұлдар 23. Бір автобуста сонда бізде 38 бала отыр. Дәл әр автобуста 38 баладан отырса, 10 автобуста неше бала отырған табу үшін 38-ді 10-ға көбейтесіңдер, сонда 380 болады. Бізде барлығы 380 бала үйлеріне оралды. 8-ші есеп: амалдардың орындалу ретін анықтап, оларды есепте. Бірінші бізде жақша орындалады, содан кейін барып жақшаның сыртындағы көбейту, бөлу, одан кейін қосу және азайту орындалады. Және де солдан 10-ға қарай орындалатын есімізден шығармаймыз. 45-тен 25-ті азайтасыңдар. Одан шыққан санға 2-ні бөлесіңдер және оны 4-ке қосамыз. Сонда бізде мәні 14 шығады. Келесісінде 84-тен 82-ні азайтасыңдар. 2-ге 6-ны көбейтесіңдер. 12-ні 4-ке бөлген кезде 3 шығады. Міне осылай мен қазір сендерге амалдардың орындалу ретін көрсетіп қойдым. Дәл осылай өздерің дәптерлеріңе жазып шығарыңдар. Амалдардың орындалу ретін жазуды ұмытпаңдар. Шығару жолымен жазамыз. Мен мұнда мәндерін жазып қана көрсеттім. Сендерге есеп түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Келесі есеп бізде 9-ші есеп: қорапта
4 қызыл және 4 көк моншақ бар. Егер қораптың ішіне қарамай 5-еуін алсақ, онда ең болмағанда оның біреуі қызыл моншақ болуы мүмкін бе? Біз сұраққа жауап береміз. Бірінші, бұл бізде логикалық есеп, сондықтан біз шарт құрып алғанымыз дұрыс. Дәл осы есепте қызыл 4-еу, көк 4 моншақ алынды 5-еу. Енді біреуі қызыл моншақ болуы мүмкін бе? Шешуінде 4-ке 4-ті қосып аламыз, 8. Жалпы бізде барлық моншақтар саны 8. Сол 8 моншақтың біз 5-еуін алдық. Сонда 3-еуі қалды. Сонда 4-тен 3-ті азайтқан кезде 1 қалады, 1 қызыл моншақ. Сонда біз осы алған моншақтардың біреуі қызыл моншақ болуы әбден мүмкін. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.